Орта ғасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелеген? 11 ғасырға қарай ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі артты. Мұның өзі қолөнердің ауыл шаруашылығынан бөлінуіне әкелді. Осы ғасырда қолөнер мен сауданың орталығына айналған қалалар пайда болды. Көптеген қалалар бұрынғы Рим дәуірінен қалған еді. Италияда Рим, Англияда Лондон, Францияда Париж, тағы басқалар. Қалалар ірі монастырлар мен атақты феодалдар бекіністерінің төңірегінде қаланды. Олар Страсбург, Аусбург, Гамбург қалалары. Бург қамал дегенді білдірді. Шіркеу төңірегінде қалыптасқан қала аттарына қосарланып, Санкт, Сан, Сен, әулие деген тіркес жалғастырылды. Мысалы, Сен-Жермен. Қазіргі заманғы қалалармен салыстырғанда, орта ғасырлық қалалардағы халық саны онша көп болған жоқ. Әдетте ол 5-6 мың адамнан аспады. Қаладағы ең кең жер базар алаңы еді. Қала тұрғындары алаңға қалалық кеңес үйін ратуша салды. Базарға жақын жерде қаланың бас шіркеуі собор орналасты. Қала халқының негізгі кәсібі қолөнер мен сауда бола тұрса да, қала тұрғындары көп уақытқа дейін ауыл шаруашылығынан қол үзген жоқ. Қала дуалдарының алдында өңделген егістік жерлер, бау-бақшалар жатты, жайылымдық жерлерде табын-табын мал жүрді. Өсіп келе жатқан қалаларға және король өкіметіне сауатты адам қажет еді. Қалаларда шіркеу мектебінен басқа да мектептер ашыла бастады. Европада 12 ғасырда тұңғыш жоғары мектептер, университеттер пайда болды. Олар атақты мұғалімдері бар қалаларда ғана ашылды. 13 ғасырда Англияда атақты ғалым Роджер Бекон өмір сүрді. Ол бақылаудың және тәжірибенің көмегімен ғана білім алуға болады деп дәлелдеді. Ғылым мен білімнің дамуына кітап басып шығару ісінің қалыптасуы зор үлес қосты. Европадағы ең алғашқы кітапты неміс шебері Иоганн Гутенберг 1445 жылы басып шығарды. Ақындар халық өлеңдері мен аңыздарды жинады. Феодалдардың соғыстағы ерлігі, ғажайып оқиғалары туралы романдар мен дастандар жазды. Халыққа кең тараған рыцарлық дастан Роланд туралы жыр 12 ғасырдың бас кезінде Францияда жазылды. Франция қалаларында ондаған жылдар бойы мысалдар мен ертегілерден құралған түлкі туралы роман дастаны жиі айтылып жүрді. 1185 жылы Киевте белгісіз автор жазған Игорь жасағы туралы жыр ежелгі Русьтегі ең елеулі поэзиялық шығарма. Шығармада Игорь мен Қыпшақтардың ханы Қоншақ басқарған әскерлердің соғысы суреттелген. 11 ғасырда Батыс Европада үлкен құрылыс басталды. Құрылысшылар ежелгі Римнің сәулет өнерінен көп үлгі алды. Сондықтан 11-12 ғасырлардағы құрылыстарды роман ғимараттары деп атайды. 12-15 ғасырлардағы құрылыстар готикалық деген аталды. Орта ғасырлардағы мүсін өнері сәулет өнерімен тығыз байланысты болды. Соборлар құдайларды, епископтарды, корольдерді бейнелейтін мыңдаған бедерлермен және мүсіндермен безендірілді. Роман храмдарының қабырғалары суретке толы болатын. Ол суреттерден құлшылық етушілерге әулиелер мен құдайдың сұсты бейнелері қарап тұратын. Ал готикалық соборлардың қабырғаларында бейнелеу өнеріне орын аз берілді. Аса үлкен терезелері мозаика сынықтарынан құрастырылған суретті әшекейге толы болатын.